Секс ол вообще дұрыс емес деген ұғым болуы мүмкін. Жігітпен сүйісуге болмайды, қолынан ұстауға болмайды. Вообще жігітпен жүрген папам мамам көріп қалса ұят, кішкентай көзімізде қалыптасып қалған ұят деген ұғым ертең біздің күйеуге шығып, уже бала туып сол еркекпен ең ұятты тірлікті істеп жүрсең де әлі күнге дейін ұялып, әйел расслаблена бола алмайды. Сол секстен рахат ала алмайды. Сәлем алтындарым, қалдарыңыз қалай? Мен сағына менің эфирімді күтіп отқан боларсыздар деген үміттемін. Бүгін бәрімізге пайдалы осы оргазм жайында сөз қозғайтын болады. Қанша айтсам да жалықпайтын, шаршамайтын тақырыптардың бірі. Себебі жыныстық қатынас кезінде еркек адам оргазмсыз болмайды. Ода табиғаты бойынша еркек адам жыныстық қатынастан оргазм алып шығады. Яғни оның бітіруі, эрекциясының болуы, эвакуляциясының, яғни ұрығының шашылуы, соңында оргазм алумен аяқталады. Еркектерге попроще. Бірақ әйелдерде олай емес, өкінішке орай. Әйелдер өтірік жыныстық қатынасқа вообще даже күйеуін қаламай тұрса да, онымен ұрысқысы кеп, жұлысқысы кеп тұрса да, ол жерде оргазм сезбесе де жыныстық қатынасқа түсе бере алады. Әйелдің сондай бір ерекшелігі бар. Енді біздің жаратылысымыз сондай, Алла Тағала сондай алып жаратқан. Сондықтан сол жыныстық қатынастан қалай оргазм аламын деп жүрген әйелдер өте көп. Күйеуімді вообще қаламаймын, оргазм сезбеймін. Қалай оргазм алсам болады? 10 жыл болды, 20 жыл болды, 5 жыл болды отауласқанымызға. Ретті жыныстық қатынас бар, бірақ оргазм жоқ. Қыздар, сол жайында бүгін айтатын болам. Қараңыздар, бірінші кезекте оргазм алуға 6 түрлі жол бар. Яғни 6 түрлі себеп, былайша айтатын болсақ. Бірінші кезек ол сіздің психологиялық, эмоциялық жағдайыңыздың сау болуы. Егер сіз психологиялық тұрғыдан, эмоциялық тұрғыдан, мысалы, подавленный болып жүрсеңіз, күйеуіңіз сізді жаңағындай боқтап, ұрсып, айғайласып, күндіз бойы жүресіздер, бірақ спальняға кіре салып, о, жаным, күнім, мен сені жақсы көремін деп басқа арнаға сіз бұрып кете алмайсыз. Сондықтан сіздің күндіз бойы өміріңіз, ол кешкі түнгі өміріңізге де ықпал етеді. Сондықтан сіздің психологиялық жағдайыңыз, сіздің психологиялық, былайша айтқанда, секске деген настройыңыз тікелей әсер етеді. Енді оны қалай настраиваться ету керек? Арнайы психологтардың сабақтары бар, қатыссаңыздар болады. Мысалы, бізде сексуальный энергияны арттыруға арналған арнайы 5-6 күннен тұратын сабақтарымыз бар. Сондықтан психологиялық жағдайыңыз, сіздің миыңыздың секске деген қарым-қатынасы, көбінесе бала күнгі травмалар, секс ол ұят адамдардың жаңағы жезөкше, жүргіш, былайша айтқанда бұзылған қыздардың ғана айналысатын дүниесі, секс ол вообще дұрыс емес деген ұғым болуы мүмкін. Әсіресе бізді кішкентай кезімізде тәрбиелеген кезде көбінесе болмайды деген нәрсемен тәрбиелейді, яғни ұят, жігітпен сүйісуге болмайды, қолынан ұстауға болмайды, вообще жігітпен жүрген папам мамам көріп қалса ұят, И сол кішкентай көзімізде қалыптасып қалған ұят деген ұғым ертең біздің күйеуге шығып, уже бала туып сол еркекпен ең ұятты тірлікті істеп жүрсең де әлі күнге дейін ұялып, өзіңнің күйеуіңнен өзің ұялып, кімнен не істеп жүргеніңді өзіңнен өзің ұялып жүресің. Яғни ол жерде әйел расслаблена бола алмайды, сол секстен рахат ала алмайды. Өйткені оның бала күнгі миында секс ол ұят нәрсе, ол ұятсыздардың жасайтыны, ол проститутка, жезөкше әйелдердің ғана бір төсекте мысалы әдемі киін, күйеуің алдында раскрепощенный бол, мынандай позаларды көр деген мысалы айтсаң, ол айтады, ой, ол мен жасай алмайтын дүние, ол ұятсыз, жаңағы бір жаман, бұзылған қыздардың жасайтын дүниесі деген ода ой болады. Сол үшін ол төсек қатынасында ол ұятсыз, мен ұятсыз емеспін ғой, мен күшті тәрбиелі қызбын ғой деген ұғым болады да, төсекте ол өзін жаңағы екі адамның бір жерде ұштаса алмайды, яғни мына жерде ұятсыз оның бір жағы бар, яғни төсекте күйеуің алдында ұятсыз болып әртүрлі нәрсе жасау керексің, бір жағынан жоқ, ол вообще ұят нәрсе, ондай істеуге болмайды деген оның девочка состояниесі тұрады, Сондықтан девочка состояниеден шығу керек. Әрине бізге әке-шешеміз оны жалаң болсын деп тәрбие берген жоқ. Бізді бұзылып кетпесін, барған жеріне абыроймен барсын деп тәрбиеледі. Бірақ сол положениядан сен уже күйеуге шықтың, ең ұятсыз нәрсен уже одан бала туып жатсың да, уже нәрселерді істеп жатсың, бірақ әлі күнге дейін почему-то ұялып жүрсің. Ол ұялу деген нәрсе әрине біреудің алдына шығып алып шешініп билеу, ол ұят нәрсе. Бірақ сен уже спальняға кірдің, күйеуіңнің алдында
оған неге әдемі би билеп бермеске, неге әдемі движение жасамасқа, неге әдемі киім кимеске, неге сен оны жақсы көретініңді айтпасқа, неге саған төсек қатынасында не ұнайтынын ашық айтпасқа. Ол сенің күйеуің, уже все, сен онымен уже жатып жүрсің, барлық нәрсені істеп жүрсің. Просто сол нәрседен ләззат алуды үйрену керек. Көбінесе бұндай жағдайда психологиялық травмалар болса, қыз балаларда, особенно кішкентай кезінде зорланған или зорлық болуы мүмкін травмалар болса қыз балада, ертең содан шыға алмай жүреді. Ол кезде психологтардың көмегіне жүгіну керек. Оны былай жылы жауып қоя салғанмен ол проблема шешілмейді. Көбінесе мысалы жыныстық қатынасқа балалар түсіп жатқанды көріп қалса, ол психологиялық травма қыздарда ғана емес, ұлдарда да болуы мүмкін. Мысалы бір ер азамат вообще 40-қа келсе де үйлене алмайды, қыздарға бара алмайды. Яғни өз мастурбациямен айналысады. Менде сондай пациент болған. И айтады, мен қыздарға үйленгім келеді, отбасын құрғым келеді, бірақ почему-то барып сөйлесе алмаймын. Вот как дело заходит постельге, жақындасу жайын әңгіме болған кезде мен уже қашам дейді. Түсіне алмаймын неге де. Біз соның қазбалап причинасын тапқан кезде ол еркек бала кішкентай 5 жасында балалар қыздардың юбкасын көтеріп ойнайды. Пятница, поднимаем платьице, жаңағы песочницада отырғанда сөйтіп ойнайды. Сосын ол қыздың мамасы келеді де, ол баланың мамасына айтады, сенің балаң осындай, менің қызым көйлегін көтереді екен, ұятсыз екен деп. И ол бала как раз папасы өсіп жатқан бала болады. Сосын мамасы оны шыбықты алып, жақсылап тұрып ұрады, прям таяқпен ұрып, вот ұятсыз, сен әкең сияқтысың, сен оңбағансың, сен бабник болайын деп жүрсің ба, әзірден бастап. Ол бала, ол 5 жастағы бала, ол вообще сол жерде бір көргісі де келіп тұрған жоқ, просто оны бәрі істеді, ол да соны істеп жатыр да. Бір ол кезде балаға просто түсіндіріп айту керек еді. Қыздарға олай істеуге болмайды, балам. Оған бір жүйкесіне психика келтірмейтіндей, оны жеке оңаша алып қалып, баламен сөйлесу керек. Бала біз ойлаймыз, ұқпайды деп, на самом деле бәрін ұғады. Сөйтіп ол мамасы жақсылап таяқтайды, енді бәрі қыздарға тиіссең, мен сені өлтіремін, барамда өзім прям өлтіріп тастаймын деп шешесі уәде береді. Содан кейін ол кішкентай балада қорқыныш пайда болады. Мамасы прям қатты ұрған денесінде, соны көгеріп дейді, денем біраз күн жүре алмай жүрдім дейді. Енді кейін әрине ол бала оны ұмытып кетті, уже ер жетті, бірақ қыздарға барып сөйлесейін десе қорқыныш. Сол бала күнгі травмалар, қыздарда да сондай болуы мүмкін. Мысалы, әкесі ұрады, ағалар ұрады, неге жігітпен сөйлестің, неге бүйттің деп, немесе біреу зорлық көрсетуі мүмкін кішкентай қыз балаларға, 5-6 жаста да, 10 жастағы қыздарға. Мысалы, бір пациентімізде бізде өзінің туған нағашы атасы, мысалы, жаздық каникулда атасын апарып тастайды ауылға, ол қыз бала онда атасы жаңағы жыныс мүшесін көрсетіп, жаңағындай қыз балаға сондай зорлық жасағысы келеді. Бірақ ол қыз жаңағы қашып кетеді, 10 жаста кішкене ересектеу болады. Бірақ сонда ол секске деген извращение, то есть еркектің жыныс мүшесіне, вообще ер азаматтарға деген қорқыныш пайда болады. Сол үшін ол қыз ұзақ уақыт мысалы жігіттермен қарым-қатынаста болады, бірақ неге екенін ары қарай жалғастыра алмайды, түсінбейді. Еркектерді соншалықты бір жек көріп кетеді. Ер азаматтарға бір сене алмаймын. Неге? Вот бала күнгі осындай травмалар. Бұндай жағдайларда әрине қыздар психологтың көмегіне жүгіну керек. Екінші себеп сексологиялық сауатты болу, қыздар. Сексологиялық сауатты, секстің әр түрлі техникалары бар, Бүгінгі сексология прям дамып кеткен заманда біз артта қалып, әлі күнге дейін ешқандай техниканы білмейміз, әйтеуір бір классикалық позамызды білеміз, әйтеуір бір ешқандай сауатымыз жоқ. Еркек болсын, әйел болсын, ол өзінің сексологиялық сауатын ашу керек. Яғни қыз балаға да, ер балаға да уже жыныстық жетіле бастайды ғой. Сол кезде оған жыныстық сауаттылық қажет. Үшінші кезекте біз эрогенный зонамызды білуіміз керек. Яғни кез келген адам, мысалы мен қазір қандай көңіл күйде отырғанын мен ғана білемін. Әр адам өзі ғана жақсы сезеді, Мысалы, сіз массажист болсаңыз, сізге 10 адамға массаж жасасаңыз, кімге қалай болып жатқанын сіз білмейсіз, бәріне бірдей примерін жасап жатсыз. Дәл сол сияқты сіздің күйеуіңіз, ол өзінің опытына, өзінің тәжірибесіне, өзінің бір естуіне, өзінің бір фантазиясына, өзінің опытына сүйеніп, сізге сондай бір нәрселер жасауы мүмкін. Құшақтағанда, сүйгенде деген сияқты. Бірақ сізге ол ұнамайды. Сіз білмейсіз сізге не ұнайды. Сондықтан өзіңіздің толық денеңізді зерттеп білуіңіз керек. Адам есебінде жалпы, маған мына нәрсе ұнайды, маған мына нәрсе ұнамайды деген нәрсені анық-қанық білуіңіз керек. Және қазір мысалы көбіміз даже сексологиялық негізгі сауатымызды арттыру керек деп айтам, сүйісудің 20 шақты түрі бар.
біз күнделікті бір білетін сүйісуімізбен сүйісіп жүрміз да. То есть даже сүйісудің соншалықты түрі бар. Даже бір сүйісуден соншалықты көп ләззат алуға болады, иә. Сондықтан сексологиялық білімдеріңізді арттырыңыздар. Төртінші, қынапты тарылту. Не только тарылту, даже просто қынаптың бұлшықетін басқарып үйрену. Енді білесіздер, біздің алаштың ардақтылары бізді Жапония сияқты мықты мемлекет жасағысы келді. Жапония мәдениетінде гейша деген ұғым бар, иә. Гейшаларды 8 жастан дайындаған. Яғни олар 8 жастан жыныстық қатынасқа түсірмеген, оларға ловкості, өзінің денесін басқаруды, өзінің миын басқаруды, ер азаматтармен дұрыс сөйлесу, қарым-қатынас құруды қыздарға кішкентай кезінен үйреткен. Өкінішке орай бізге астрономия, физика, химия, косинус, котангенс деген дүниелерді үйретеді. Олардың біздің өмірімізде бір оншалықты пайдасы жоқ, иә. Егер математик болсаңыз, сізге сол дүние керек шығар. Астроном болсаңыз, сол дүние керек шығар. Бірақ кәдімгі өмірде, жұбайлық өмірдегі ара қатынас, қалай дұрыс сөйлесу, қалай қатынас құру, ол нәрсені бізге үйретпейді. Әйеліңмен қалай оның көңілін табу керек, мысалы, ер балаға оны ешкім үйретпейді, иә. Сен бағу керексің, қағу керексің деген нәрсемен ғана үйретеді. Тіпті кейде қазіргі ер азаматтар жауапкершілікті ала алмай жатады. Жаңағы бір отбасын асырай алмайтындай өздерін соншалықты мүшәпір халге түсіріп жібереді, иә. Оның барлығы жыныстық тәрбиенің жоқтығынан. Яғни ұл бала болсын, қыз бала болсын, ол өзінің тәнін басқаруды үйрету керек. Жаңа гейшалар жайында не үшін айтып отырмын? Қынапты тарылту, қынапты басқару жайында айтқым келіп тұр. Яғни сіз, мысалы, қынабыңыз кеңейіп кетпесе де, қынабыңыз бала туған жоқсыз, просто қазір ғана күйеуге шықтыңыз, бірақ жыныстық қатынас кезінде қынабыңыздың бұлшық еттерін қысып жіберу тәсілдерін, мысалы, тайский трюктар бар, иә, қынаппен су сору техникасы, мысалы, поцелуй гейши, поцелуй матки, минет с влагалищем деген нәрселер бар, иә. Кейде әйелдер айтады, мысалы, күйеуім мен ауызбен сұрайды, артпен сұрайды, неге, не істеймін, қаламаймын, бірақ сұрайды, не істеймін деп. Себебі сіз қынабыңызды басқара алмайсыз. Қынаппен оған уже қызық емес, сондықтан ол басқа нәрселерді сұрайды. Вот минет деген нәрсені, иә, мысалы, біреу қолдайды, қолдамайды, исламда да әртүрлі көзқарас бар, бірақ сіз қынаппен жасап беріңіз. Сол кезде ол ауызбен сұрамайтын болады. Яғни сондай да техникалар бар. Яғни қынапты тарылту және оны басқару сіздің оргазм алуыңызға тікелей ықпал етеді. Себебі енді әйелдің экстрагенитальды, яғни денесіндегі жасырынған эрогенді нүктелер бар, қоздыруға ықпал ететін, және қынабында да сондай нүктелер бар. Зона А бар, зона G бар. Қынаптың қабырғаларында сезімтал рецепторлар бар, иә. Ол сезімтал рецепторлар біздің жаңа жыныстық қатынас кезінде күйеуіміздің жыныс мүшесін сезуге және оргазм алуға бізге тікелей ықпал ететін болады. Сол арқылы біз оргазм алуды острый, яғни күшті жасай аламыз. Яғни әртүрлі техникалар бар. Мысалы, клитормен, көбінесе қыздарда клиторда болады оргазм, клитормен қынапты байланыстыру арқылы, сондай мостик техникасын қолдану арқылы әйел қынабымен де клитормен алған оргазмды қынабымен, яғни күйеуі кірген кезде уже сондай қозып, как будто клиторын қоздырған сияқты оргазм алады. Сосын позаларды білу, қыздар, позалардың қазір түрі өте көп, тіпті соған арнайы каналдар бар бізде, иә. Төменге ссылкаға мен көмекшімнің номерін қойып кетемін, сол жерден толық ақпараттар алсаңыздар болады. Яғни 365 поза, неше түрлі позаларды бір күнде қайталамай, неше түрлі позаны жылына бір-ақ рет 365 күнге 365 түрлі позаны жасасаңыздар болады. Сосын қыздар, ең бастысы секс коммуникация. Өйткені еркек пен әйел өмір сүрген кезінде барлық жайында, ақша жайында әңгіме айтады, туысқандары жайында, бала шағасы жайында бәрін, почему-то секс келген кезде екеуі мақау болып қалады. Хотя соны күнде-түнде жасап жүр, солай балаларды да жасап жүр, туып жүр, бірақ неге екені сол жайында әңгіме айта алмайды. Әңгіме айту деген кезде сіздің жұбайлық өміріңізге, мысалы, күйеуіңізге бір эротикалық кішкене бір намекпен смс жіберіңіз, иә. Бір әдемі іш киім, мысалы, күйеу қыздар ренжиді, менің күйеуім маған ештеңе алып бермейді деп, да. Әдемі бір іш киімді көрдіңіз ба, суретке түсіріңіз, осы іш киімді менің үстімде көргің келе ма? Все, күйеуіңіз обязательно сол іш киімді сізге алып береді, оған ақша да жібереді, бәрін жібереді, иә. Или киіңіз да күйеуіңізге салып жіберіңіз. Вот кешке жақын мен сені осылай қарсы аламын. Яғни сіз енді күйеуіңіздің психикасына сәйкес келетін, әрине, там ондай жаңа ондай дүниеге қарсы ер азаматта болуы мүмкін.
в основном бірақ өзінің әйелінің өте сексуальный, оған келген кезде, өзіне келген кезде сексуальный болғанын қалайды ер азаматтар. Өйткені енді бірінші үйленген кезде, конечно, ұялшақ қызға үйленеді, бірақ кейін өмірінде, жұбайлық өмірінде оны жақсы көретін әйелмен болғысы келеді. Яғни оны қалайтын. Сізге күйеуіңіз я тебя хочу десе, сізге приятного, дәл сол сияқты ер азаматқа да өзінің желанный дейді, жаңағы әйелінің күйеуін қалап тұрғанын ер азаматтар да қалайды. Сондықтан ол взаимно болу керек. Мысалы, сіз күнделікті секс коммуникация кезінде тек қана бір шай, нан ала кел, үйге ет ала кел, балаларды садиктен ала кел деген әңгіме емес, арасында смс-теріңізде де кішкене эротический ноталар, смс-теріңізде де жай бір сурет болса да, соны суретке түсіп, мынау бір нәрсеге ұқсайды екен, бір бананның суретін салып жіберсеңіз болады. Бірден кейін есіме салып тұр, нені екені есіме түспей тұр, қиярдың суретін салып жіберіңіз, бір әдемі алманың суретін салып жіберіңіз, мынау саған бір нәрсені есіңе салмай ма деген сияқты. То есть сіздің фантазияңызға байланысты. Сондай нәрселердің барлығы сіздің миыңызды біріншіден секске дайындайды, и жұбайлық өмірлеріңізге сондай бір краскалар енгізеді. Әрине сіздің жұбайлық өміріңіз удачный болса, сізде жақсы оргазм сезінесіз. Оргазм алу ол біздің қолымызда. Басқа бір адам келіп сізге сиқырлы мынандай бір кнопканы или сиқырлы сөзді айтып, оргазм сездіріп жүрмейді. Ол үлкен еңбекті талап ететін дүние. Бірақ егер сіз еңбектенсеңіз, оның нәтижесі, яғни оргазм сезген әйелдер білет, ұшып қалықтап аспанға 7 қат көкке барып келесіз. Яғни это того стоит, қыздар. Давайте еңбектеніңіздер. Кім оргазм сезіп жүр, сезбей жүр, қандай техникаларды жасап жүрсіздер, давайте ашық әңгіме айтайық, комментарийға жазыңыздар, талқылайық осы жерде. Ер азаматтар, жаман сөз айтпаңыздар. Бұл жыныстық сауатты ашатын канал, денсаулық каналы, отбасылық канал, 18+ канал. Сондықтан кішкене мәдениетті де сақтайыңыздар деген сөз айтқым келеді сіздерге. Комментарийға және қандай тақырыпта видеоларды көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Және бізден түсірілген видеоларды ең алғаш өткізіп алмай көру үшін колокольчик белгісін басып, подписаться етіп алып, ұмытып кетпеңіздер.